Дауысты дыбыстар. Vowels. Ағылшын әліпбиінде 6 дауысты әріп бар. Олар A, E, I, O, U және Y. Y әріпі дәл қазақ тілдегідей бірде дауысты, бірде дауыссыз болады. Осы 6 әріп 20 түрлі дауысты дыбысты береді. Дыбыстарды әріптерден ажырату үшін квадрат жақшадағы транскрипция таңбасымен жазамыз. Дауысты әріптер ашық буында алфавиттегідей өзгермей дыбысталады. Яғни, ашық буын дегеніміз дауыссыздан басталып, дауысты әріпке аяқталатын буын. Бірінші әріп A. Ашық буында A болып оқылады. Мысалға, name. Жабық буында немесе бітеу буында A әріпі Ә болып оқылады. Мысалға, man, ер адам. L әріпінің алдында A әріпі Ү болып оқылады. Мысалға, small, кішкентай. Екпінсіз буында A әріпі Ә болып оқылады. Мысалға, America. Бұл сөзде A әріпі екі жерде екпінсіз болып тұр. Келесі I әріпі. Ашық буында дәл солай I болып оқылады. Мысалға, me, маған. Жабық бітеу буында болып оқылады. Мысалы, and, соңы. Ал көп буынды сөздердің соңында I әріпі оқылмайды. Мысалы, name, есім. I әріпі ашық буында алфавиттегідей I болып оқылады. Мысалға, time, уақыт. Жабық буында I әріпі болып дыбысталады. Мысалға, list, тізім. Өу әріпі ашық буында тура алфавиттегідей Өу болып оқылады. Мысалға, no, жоқ. Жабық буында О болып оқылады. Мысалға, shop, дүкен. U әріпі ашық буында U болып оқылады. Мысалға, student, студент. Жабық буында U әріпі А болып оқылады. Мысалға, бас, автобус. Кейбір сөздерде U әріпі У болып оқылады. Мысалға, blue, көк, көгілдір. Y әріпі ашық буында I болып оқылады. Мысалы, fly, ұшу. Сөздің соңында екпінсіз болып тұрса, онда Y әріпі I болып оқылады. Мысалға, city, қала. Ал сөздің басында келсе, одан кейін дауысты әріп тұрса, Y әріпі Е болып оқылады. Мысалға, yes, иә.